Сәлем достар, бүгін өте дәмді пирог болатын болады. 3 жұмыртқаның үстінен қантты саламыз, жақсылап миксерлеп, кішкене ағартып алатын боламыз. Одан соң араластырып тұрып, үстінен сүтті және де ерітілген сары майды құйып, жақсылап миксерлейміз. Ал енді оның үстіне 1 шай қасық разрыхителді саламыз, жақсылап араластырып, ыдысқа салып аламыз. Салып болғаннан соң миксермен бірінші араластырып аламыз. Одан соң жылдамдығын қосып, біркелкі масса шыққанша қозғайтын боламыз. Ал енді 2 бөлікке бөліп аламыз. Бірдей етіп, бір бөлігіне какао қосатын боламыз. Какаоны қосқаннан кейін жақсылап какаомызды араластырамыз. Міне дәл осындай масса шығуы қажет. Енді диаметрі 18 форманы алып, үстінен осылай стаканды қойып, екі жанынан бөліп массамызды құйып аламыз. 180 градуста 20-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Міндетті түрде қарап тексеріп көріңіз. Әр адамның духовкасы әртүрлі болғандықтан, біреуде тез пісуі мүмкін, біреуде одан ұзақ пісуі мүмкін. Енді ағаш таяқшалармен осылай дайындап әдемілеп қоямыз. Енді пропиткаға бізге сүт және де қант қажет, екеуін бірге қайнатып алатын боламыз қант ерігенше. Міне біздің пирогымыз пісті. Енді ағаш таяқшамен осындай кішкене тесікшелерді жасап шығамыз барлық жерінен. Одан соң үстіне қайнап тұрған, яғни қызып тұрған сүтті осылай құйып шығамыз. Енді жарты сағатқа сіңгенше қалдыратын боламыз. Міне осылай сіңіп шықты. Енді арасындағы стаканды алып, осындай формамыздан шешіп, тарелкамызға салып алатын боламыз. Бетіне қалауыңызша сахарны пудра сепсеңіз болады. Сонымен біздің өте оңай, дәмді болып шығатын пирогымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіз, еш өкінбейсіз деген ойдамын. Өте дәмді болып шығады. Егер де осы видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, менің парақшама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыз. Күн сайын жаңа рецепттермен бөлісіп тұратын боламын. Ал егер жасап жатсаңыз, ас болсын!